Ерте тұрған еркектің ырысы артық. Таң уақытында береке бар екенін барлығы біледі. Бірақ әр таңды жақсы өткізу қиынға соғып жатады. Бүгін осы мәселені шешетін рутиналар туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Баршаңызға сәлем, мен атым Саят. Мен сізге Notion арқылы жеке дамуға, әдет қалыптастыруға және өміріңізді реттеуге көмектесемін. Жалпы таңғы рутина тақырыбында көптеген кітаптар жазылды, көптеген видеолар айтылды. Бірақ қазір осыған дейінгі өмірлік тәжірибемде маған әсер еткен 3 маңызды поинтпен бөліскім келіп тұр. Ең біріншісі, рутина дегеніміз не, және ол не үшін керек дегендей. Рутина ол бір әдеттердің жиынтығы деп айтса болады. Олар белгілі бір ретпен орындалу керек. Ол дегеніміз істелуі күрделі емес, күн сайын немесе аптасына 1-2 рет қайталанып тұратын заттар. Екінші мәселе, таңда ерте тұру үшін ең бірінші ерте ұйықтау керек. Осындай қарапайым ереже, бірақ көп адам осыны ұмытып кететін сияқты. Сондықтан егер таңда ерте тұрып, оны жақсы өткізгіңіз келсе, ұйқының өзіне және ұйқының алдында қандай әдеттер жасайтыныңызға көңіл бөлу керек. Ал енді үшіншісі, маған өте қатты ұнайтын принцип, ол бір нәрсені өзгерту үшін оны бірінші есептеу керек дейді. Сол үшін әр ұйқы алдында және таңға не істегенімізді қағаз бетіне мысалға жазып отыруымыз керек. Сонда біз әр күні не істегенімізді, тіпті дым істемегенімізді білетін болсақ, әрі қарай өзгеруге, анализ жасауға оңайырақ болады. Сол мақсатта жасалған Notion'дағы таңғы рутиналар деген бетті қазір істеріп көрсететін боламын. Таңғы рутина деген осындай күн жасалайын деп отырмыз. Бұл жерде әр күннің өзінің уақытын белгілейміз. Қай апта күнінің қайсы екенін және 6 әдет болса, соларды жасадық па, жасамадық па осылай қойып отырамыз. Плюс-минус. Және соңында бізге қанша жасағанымызды көрсетіп тұрады. Жасалғаны деп жазып қояйық. Қанша жасағанымызды көрсетеді. Сөйтіп бір комментарийлерді жерге жазып отырсақ болады. Осылай жалпы жұмыс істейді. Егер осы бетті, осы тәсілді қолданғыларыңыз келсе, мынау оң жақ үстіндегі әдет үлгіні қалай қолданамыз деген видеоны қарап көрсеңіздер болады. Егер оны білсеңіздер, астындағы сілтеме бойынша осы бетті өздеріңізге көшіріп алып, өзгертіп қолдана берсеңіздер болады. Ал қазір бұл беттің жалпы қалай басынан бастап осы бетке дейін қалай жасалғанын көрсететін боламын. Егер ол сіздерге керек емес болса, алдағы бөлікті өткіре берсеңіздер болады. Әдеттегідей ең бірінші Notion'ды ашамыз. Астындағы New Page деп басып, таңғы рутина деп қойған. Иконка таңдаймыз. Cover Page таңдаймыз. Көк аспан сияқты қоя салайық. Одан кейін бірден мына жерде Table деген таңдаймыз. Өйткені біз әр күнімізді енгізіп отырамыз және оған қатысты апталар, апта күні, әдеттер деген сияқты болады. Ең бірінші бізде уақыты деп қойық. Ол бізде дата. Және әдеттерді атын жазбай, әзірше әдет 1, әдет 2 де тұрайық. Әдет 1 және де ол property type, мына жердегі ол бізде checkbox болады. Checkbox деген жасалса тик қоямыз, плюс қоямыз, жасалмаса бос қалдырамыз. Осылай дубликейт жасап, әдет 2 деп қойсақ болады. Немесе әрқайсысын бөлек-бөлек қалай ыңғайлы. Қазір барлығын жасап тастайын.
Qo'y ursin qo'yshi bari qirsin de, eng бастысы басым аман болсын de. 6 әдет, я. Одан кейін апта күнін жасайық. Апта күнін жасаған кезде біз select жасағымыз керек. Негізі бір 7 күннің біреуін таңдаймыз. Бірақ оның жетеуін бөлек-бөлек қосып отырғаннан гөрі оның оңай жол бар. Оны сіздерге көрсетейін. Бірінші текст деп таңдаймыз. Және текстке апта күндерін дайындап қойдым. Апта күндерін үтір арқылы жазамыз. Үтір және пробел арқылы жазамыз. Содан кейін барып бұл текстті selectке айналдырамыз. Сол кезде бізде әр жаңағы сөз бір select болады. Сенбі, жексенбі, осылай. Түстерін ауыстырып қойсаңыздар болады. Бірден ауыстырып бастайын. Шын махаббат таба алмай жүргендерге Аты апта күндері болсын. Апта күндері уақыт. Апта күні жасайық. Уақыт апта күні 6 әдет. Қанша процент жасалғаны, сол күні. Оны қазір формамен жасайтын боламыз. Және соңғысы бізде коммент. Ол текст болып тұра берсін. Жерге коммент деп қояйық. Осы күн туралы қандай да бір комментарий жазып қойғанды осы жерге. Енді ең қызығы осы формула. Ол үшін бірінші біз мысалға бір тек жасалса, біз негізгі бұл жерде мақсатымыз, бұл жерде бізде қанша процент жасалғанын көрсету керек. Бізде 6 әдет болғаннан кейін бұл 100% 6-ға бөлсек, 16-да 67-тен болады әрқайсысы. Сонда бізге түпкі мақсатымыз әрқайсысын жасаған кезде осы жерге 16-да 67% қосылу керек. Ол үшін ең бірінші біз replace деген формула қолданамыз. Ол біздегі мына жердегі текті қазір 1 деген санға ауыстырады. Мына жерден синтаксын көруге болады. Мысалымен бірге replace'тің. Ол жерде біз бірінші әдет 1 дейміз. Үтір. Және ол true болса 1-ге өзгертеміз. Қарап көрейік. Әдет 1 деп басамыз. Әдет 1-ге плюс қоямыз. Мына жерде 1 деп шығады. Бірақ бұл жерде маңызды нәрсе, егер бұл бір саны мына кішкентай коробканың сол жағында тұратын болса, демек ол текстке айналды. Ал бізге сан болу керек. Және де байқағандарыңыздай, мына жерде біз булианды текстке айналдық. Сан деген бізде бір қазір сан емес, текст болып тұр. Сол үшін to number деген формула қолданамыз. To number жақшаны ашамыз. Және соңынан жақшаны жабуды ұмытпаймыз. Содан кейін дан. Ал енді қазір мына сан болып тұр, және мынандай иконка шықты, және бұл кішкентай коробканың оң жағында тұр. Ары қарай кеттік. Енді осы ол бізге 1 көрсетіп тұр, бірақ бізге 16-67 көрсетіп керек. Сол үшін бұны 16-67-ге көбейтеміз. 16-67. Содан кейін бізде бұл тек қана бірінші әдетке ғана көрсетіп тұр. Екінші әдетке плюс қойсақ ешқалай әсер етпейді. Сол үшін осыларды қосып шығамыз барлығын. Аламыз, Ctrl-C, копировать етіп алдым. Плюс деймін. Қойдым, я. Жерде тек қана әдеттің санын ғана өзгертеміз. Осылай қосып шығамын. Міне. Бұл жерде қарап көрсек болады. Мысалға 9 жасаған кезде 100-ден 02
деген санды беріп тұр. Бұл негізі жаман емес, бірақ нақты санды 100 деп көрсетсе жақсы болатын еді. Сол үшін бір кішігірім өзгерістер жасаймыз. Ол үшін ең бірінші раунд деген формула қолданамыз. Раунд деген округлять қой, қазақша дөңгелектеу әдісі. Раунд дейміз. Жақшаны ашамыз, мына жақтан соңынан жақшаны жабамыз. Міне осылай көрсетіп тұр. Бірақ бізге әлі де процент қылып көрсету керек. Біз мына жерден бірден процент десек, онда бізге үлкен көрсетіп кетеді. Сол үшін осының барлығын аламыз да 100-ге бөлеміз. Сонда міне 100%, 33, 17 дейді. 50% үшеуі, осылай дұрыс көрсетіп тұр. Енді күндерді қалай қосу керек көрсетейін. Бұл жерде де бір хитріс бар. Фильтрға қосып қоямыз. Name, contains, ыстықша қоя саламыз. Сол кезде бізде жаңа күн шыққан сайын мына жерде аты тек қана жайды. Сызықша болып тұрады әзірше. Уақыты date форматтан 24 сағаттық қостыру болады. Мысалға 9:20 деген сияқты. Одан кейін апта күні мысалға бүгін дүйсенбі деген сияқты. Осындай 3 әдет жасадым деген сияқты. Енді мысалға көрсету үшін бір апталық күндерді қосып алайын. Шаба алмай жүргендерге тығырыққа, шынымен тірелгендерге, арманына жете алмай жүрген. Мысалға күндер осылай өтті деп ойлайық. Енді біз темплейттер жасаймыз. Мысалға 3 түрін алайық. Жаман, орташа, жақсы деген сияқты. Жаман жазып қойық күндерге. 0 және 40% арасында, я. Ол жерде бізде иконка мынандай болсын. Және cover page тоже қызыл қылып қояйық. Қызыл болсын. Екіміз орташа дейік. Бұдан үшін жасадық. Мысалға апта біткеннен кейін әр күнге кіріп қараймыз. 50% болған болса, астына қараймыз да 50 ол орташа дейміз. Ана жерде 17%. Жаман. 50 орташа. 33 жаман. 50 орташа. Соңғысын 100 қылып керемет қылсақ. Керемет, я. Енді осылайынан шет жағынан қарап отырамыз, я. Әр күні қандай байшылаймызде настроение болған деген сияқты. Қандай настроениедағы таң болған. Және де бір басқа view қосып қоя болады. Board дейміз. Апта күні арқылы және көрсететін заттар properties'тан қараймыз да. Бәрін өшіріп қоямыз. Card previewға page cover деп қоямыз. Сонда қарасақ, сенбі күндері, әр аптаның сенбі күндері, бізде мысалы бірнеше карточка болады ғой. Барлығы мысалы сары болып тұрса, біз онда қарай аламыз. Сенбі күндері мен орташа жасайды екен күнде деген сияқты. Немесе жексенбі күндерінің барлығы менде қызыл болады екен деген сияқты. Сосын
жексенбі сол үшін содан кейін жексенбі күндеріне жақсырақ көңіл бөлеміз. Өздеріңіз көргеніңіздей бұл жерде тек қана таңғы деп аталып тұрды. Бірақ осы Notion бетін алып, өздеріңізге көшіріп алып, мысалға түнгі рутина деп дәл сондай бетті жазсап алсаңыздар болады. Мысалға әдет саны 6 емес, одан да азырақ болуы мүмкін 3 деген сияқты. Оны қалай өзгерту керек екенін енді білесіздер. Түнгі рутиналарға мысалға сотканы өшіріп қою, бөлменің светін сөндіріп, шторды жауып, қараңғы болуын қадағалау деген сияқты әдеттерді жазсаңыздар болады. Интернеттен қарасаңыздар, қандай ұйқы алдында қандай әдеттер пайдалы екенін көре аласыздар. Қазір сіздерді сол түнгі рутинаны жасап көруге шақырамын. Видео пайдалы болды деп ойлаймын. Егер сізге ұнаса лайк қойыңыз, пікір қалдырыңыз. Егер сізге жеке даму, әдет, тәртіп тақырыптары қызық болса, арнаға жазылып, колокольчикті басып, жаңа видеоларды жіберіп алмаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.